шоу көрсеттім деп ойлаймын. Төртінші олимпиада тағы медальсыз қалдым деген кезде не сезіндіңіз? Әлі де үміттенемін, үміт үзбеймін. Өзіңізді жалпы жылауыр жігітпін деп есептейсіз бе? Менің нәтиже мен үшін сөйлейді. Кездейсоқтық па мысалға Шайдоровтың аяқ астынан чемпион болып кетуі? Қалай олимпиадаға барған, Бапкер болуға дайынмын деп ойлайсыз ба өзіңізді? Қытайға шақырып жатыр, бапкер ретінде шақырды мені. Тікелей бір құққан оқулар болды ма? Абзал, сен осы үшін мынадай жауап бересің. Бәрі қорқытты деп ойлаймын. Сәлем достар, бүгін біз студиямызға шорт-тректен Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшыларының бірі, әлем кубогының жеңімпазы және Азия ойындарының чемпионы Абзал Әжғалиевті шақырдық. Абзал, қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Біз сізден ұзақ күттік, қысқы маусым аяқталды бұйыртса. Кеше ғана енді Астанада осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан біріншілігі аяқталды шорт-тректен, өзіңіз қатыстыңыз. Деңгей қалай болды, жарыс қалай болды, енді олимпиададан кейін қайтадан сынға түсу қаншалықты қиын болды, осы жағынан айтып өтсеңіз өзіңіз. Қайырлы күн. Енді біздің маусым ұзақ болды, олимпиадалық маусым болғаннан кейін ұзақ маусым болды, үлкен додаларымыз болды, әлем кубоктар болды, және де олимпиада ойындарынан кейін әлем чемпионаты болды. График тығыз болды, бірақ соған қарамастан біз Канададан ұшып келіп Астанаға Қазақстан чемпионатына қатыстық. Қазақстан чемпионатында енді жас спортшылар көп болды. Бізбен бірге жарысып, өздерінің бақтарын сынауға, бір өздерінің мотивацияларын көрдім. Қызығушылық, ата-аналары келіп, қолдау көрсетіп, енді бұрынғымен салыстырсақ, қызығушылық көбейген шорт-трекке. Енді күшті, осылай жайлап тай-тай шорт-трекіміз дамай берсін. Сіз өзіңіз олимпиададан кейін демалам деп шешкен жоқсыз ба? Эстафетада енді сынға түстіңіз ғой. Енді бізде қазір ұзақ уақыттан кейін олимпиадамыз бітті. Енді олимпиададан кейін негізі барлық бір лидер спортшылар негізінен демалады. Енді менде 1 ай жарым уақытым бар. 1 ай жарым уақытымда достарыммен, отбасыммен отырып шешім қабылдаймын. Қалай болады екен, менің бәрі қызығып сұрайды, қазір келесі маусымда не істейсің, келесі олимпиадада не істейсің деп. Көптеген сұрақтар бар, бірақ менде алдын ала жауап айтқым келмейді, ойланып, асықпай дегендей уақытым бар әлі. Сол себепті жақсылап ойланып алып, бір жоспарлар құрып болашаққа. Ең бастысы еліміздің намысын қорғап, осы шорт-трек спорты елімізде дамып жатыр деген барша елге танытқым келеді. Мысалға енді Ислам Махачев бар ғой, енді аралас жекпе-жектен танымал спортшы, UFC-дің 2 дүркін чемпионы, 2 салмақта. Сол бір сұхбатында айтып еді, мен жаңағыдай спарринг кезінде жас спортшылар әсіресе жаңағыдай маңызды жарыстардың алдында келіп менімен күрескен кезде өзінің мықтылығын көрсеткісі келеді деп. Енді мен олардың мүмкіндігін білем ғой дейді, мен өзім де мүмкіндігін білем, олардың да мүмкіндігін білем дейді. Сол сияқты енді сіз жастар қазір енді сізді көшбасшы ретінде, тәжірибелі спортшы ретінде сізді де басып озғысы келетін шығар, сіз оны байқайтын шығарсыз. Әрине, жарыстың алдында да, жарыс кезінде де бір сетка дейді ғой, бірге шыққан кезде жарысқа олар айтып отыр, біз Абзалмен шықтық, бәріміз Абзалға қарсы шығамыз, Абзалды озу керек. Мысалға біздерде жартылай финал болса, келесі айналымға, финалға 2 адам шықса, кейде мен екінші келіп қалуым мүмкін. Сол кезде Абзалды оздым деп, немесе бір оқу жаттығуында болып жатқан кезде біз бір-бірімізбен мұзды сырғанап озамыз ғой, жылдамдыққа. Сол кезде бір жай ғана техника, бір демалыс күні андай жаттығу болған кезде озып келіп, финиште озып, мен Абзалды оздым деп, кейде бір жаттығуда рисковать етеді дейді ғой, сондай моменттер болып қалуы мүмкін. Өздерін көрсеткілері келеді алдында. Енді ойлаймын, мен де кезінде солай болдым, осылай бір мықты спортшы болған кезде
мен де осылай сырғанай аламын, өзімді көрсеткім келеді. Енді осылай болған жақсы, бәсекелестік болады, жайлап өседі, қызығушылық, ең бастысы қызығушылық, жастарда мотивация бар, осылай көрсеткілері келеді, өздерін танытқылары келеді. Мен қуаныштымын осындай біздің елімізде спортшылар өсіп келе жатқанына. Енді әріптесім Мадина да сөзінің басында айтты ғой, Олимпиада ойындарынан соң сізді күттік, бірақ кейінде болмаса қазір келе алмаймын дедіңіз. Енді сол кезде шамасы көп сұхбатқа шақырып жатты ау деймін. Бірақ бүгінгі күнге түсіп тұр екен. Енді келгеніңізге рахмет тағы да. Жалпы Олимпиада ойындарындағы қандай мақсатпен бардың және ол қаншалықты орындалды, осы туралы қысқаша айтып өтіңізші. Енді біздер 4 спортшы болып бардық осы шорт-тректен. 2 қыз бала, біз 2 ер бала. Микс эстафетасы болды, жеке дара дистанцияларында өнер көрсеттік. Енді басты мақсат енді финалға дейін жету керек болды. Жақсы өнер көрсетіп, осы шорт-тректің деңгейін түсірмеу басты мақсат болды. Енді бұл олимпиада болғаннан кейін бәрі де болып қалуы мүмкін. Кейде сен ойлағаннан кейін, ойлап жүрген, пландап жүрген тактиканы ойға аспай қалуы мүмкін. Енді олимпиада болғасын барлық жағдай болып қалады. Енді осы олимпиадада жақсы өнер көрсеттім деп ойлаймын, бірақ соған қарамастан ең бастысы шоу көрсеттім деп ойлаймын. Бір ең басты жарысымда бүкіл әлемге осы бір финишті моментті бәрі көріп, қандай спорт деп Қазақстанда да бәрі көріп жатыр осындай шорт-трек қызық. Мен ойлаймын, ойдағыда асты деп ойлаймын осы шорт-тректі. Бір қазір шорт-тректі 20% естіген деп ойлаймын Қазақстан бойынша бокспен салыстыратын болсақ. Мысалы сіз енді шоу деп жатырсыз ғой, енді қазір өкінішке қарай тек спортпен емес, ол шоумен де қатар жүру керек. Сен сонда алдын ала ойладыңыз ба, осылай істеу керек, өйстеу керек, бүйту керек деп? Иә, әрине, осы сол жарысында дәл солай ойладым, өйткені менің забегімде 4 спортшы болды, мен 4-ші. Итальяндық спортшы, ол енді өз елінде өнер көрсеткесін, сол жердегі халық, публика оны қолдайды, рух береді, ол да өзін көрсеткісі келеді. Және де түрік спортшысы болды, ол да Пекин олимпиадасына тұңғыш рет қатысты, енді 2-ші олимпиадасында тағы да өнерін жақсы көрсеткісі келеді. Келесі кругқа шығып, финалға дейін жеткісі келеді. Ол да жақсы өнер көрсетіп, елін танытқысы келеді. Және де Латвияның спортшысы болды. Ол Латвияның спортшысы енді 2-ші олимпиада болғасын, осы Пекин олимпиадасынан кейін результатын жақсы көтергісі келді. Сол себепті мен күттім 2 спортшыдан бір қателеседі деп, Латвиямен және Түркия елінің. Ал итальяндық спортшы ол мәреге бірінші жетуге барын салады. Сол себепті мына 2 спортшы қырылысқан кезде итальяндық спортшы бірге қосылып кету мүмкіндігін білдім. Сәл ғана маған сол жарысып келе жатқан кезде, енді бізде 4,5 айналым болады, 3 круг қалады, 2 круг қалады, 1 круг қалады. Сабыр сақтап күту керек болды. Мен күттім, бірақ планда болды, ең соңғы моментте озып кетем деп. Ол біздерде енді жылдамдық болғасын, ойлайды, бұл неге озбай келе жатыр деп. Менде өзімнің қойған тактикам болды, сол іске асты, бірақ іске асқанда осындай шоу болып кетті де, халыққа ұнады, біздің қазақстандықтарға ұнады, бүкіл әлемге ұнады, бүкіл пабликтерде, әлеуметтік желілерде салып, қаншама миллион просмотрлар жинап жатыр да. Енді қуаныштымын осындай шорт-тректің осындай қаралымдар жиналғанынан. Қысқы олимпиадада біз енді шыны керек күткен жоқпыз, бірақ Михаил Шайдоров қуанышымызға орай алтын алды. Енді оны сенсацияға бағалап жатты, сарапшылар да, біз де солай ойладық. Қалай ойлайсыз, жалпы бұл кездейсоқтық па, мысалға Шайдоровтың осындай жаңағыдай аяқ астынан чемпион болып кету, оның қарсыластарының құлау? Енді шорт-тректе де ондай жағдай жиі болып жатады ғой, сіздер мысалы талай жарыстарға қатыстыңыздар, қарсыластарыңыз алда келе жатқан қарсыластар біреуі сүрініп кетіп, екіншісіне кедергі болып, мысалға Шайдоровтың жағдайында да дәл сондай болды. Бұны кездейсоқтық деп бағалауға бола ма?
Мен ойлаймын кездейсоқтық емес, себебі оның жарыстың осы олимпиадада өнер көрсеткен алдында оның әлемдік рейтингте қателеспесем үшінші орында тұрды. Енді әлемдік үшінші орынға болу үшін ол сенің нәтижең болу керек. Оларда әртүрлі жарыстар бар, әлемдік жарыстар бар, төрт құрлық жарыстар бар, көптеген жарыстарда өнер көрсету үшін сенің бір рейтингің болу керек әлемдік жарыста. Оның рейтингі топ 3 болды. Топ 3 әлемдік жарыста енді бір кездейсоқ дейді ғой, ұта алмайды. Ол тек қана тәжірибемен. Ол оның алдында әлем чемпионатында күміс медаль алды. Тағы да төрт құрлықта медаль алды, чемпион болды. Сол себепті енді олимпиада енді деген басқа жарыстармен салыстыруға болмайды. Ол кезде тәжірибе керек. Енді ол тұңғыш олимпиадасы болғанмен өзін жинап елдің намысын қорғаймын деп бір басқа спортшылар енді қобалжып кетті қатты. Көргеніңіздей қаншама фавориттер болды, қаншама елдің спортшылары міне жақсы өнер көрсетеді деген керек кезінде жинай алмай қалып өздерін құлап жатырды. Біздің Михаил енді біз барынша осы жарыстың алдында 1-2 күн бұрын онымен жеке сөйлесіп бәрі қолдау көрсетіп жатыр. Ол ойлаймын сезініп жатыр. Сол күні Италиядағы студенттер келіп қолдау келіп көрсетті. Енді ол өнер көрсетердің алдында көреді ғой, біздің туымыз бар, қаншама халық келіп қолдау көрсетіп жатыр, және әлеуметтік желіде қолдау көрсетіп, соның бәрін жауапкершілік мойнына алып, жиналып алып, осындай өнер көрсеткен өзінің еңбегі деп ойлаймын. Кездейсоқ емес. Өйткені осы олимпиаданың алдында қаншама жақсы өнер көрсетті, медальдар алды. Сол себепті тек қана ең басында бастаған сәл мүмкін балдарын төмендеткен болар, бірақ өзін жинап алтын медаль алды, тарих жасады. Қазір көргендей жаңа жұлдыз. Иә, елімізге 94 жылдан кейін осындай алтын алып келді. Енді расында спортта бақ пен бап қатар жүреді дейді ғой. Осы екеуі де Михаилда болған сияқты, бағы да бабы да ретімен келіп. Енді сондай-ақ мынау құрамадағы көшбасшылардың бірі Денис Никиш деп айтуға болады. Денис те жалпы үмітті еді жүлдеден, бірақ өкінішке қарай бұйырмады. Жалпы не кедергі болды деп ойлайсыз? Не кедергі? Енді мен әрбір спортшының үшін жауап бере алмаймын. Жеке өзім үшін жауап бере алмаймын. Білмеймін, мүмкін жарыс болғаннан кейін, олимпиада болғаннан кейін, олимпиадада мысалға біз әрбір олимпиаданы 4 жыл күтеміз. Мысалға көрермендер ойлап жатады, олар қалай олимпиадаға барды, кейде көптеген сұрақтар болады. Жаман өнер көрсетіп жатса ойлап жатады, мынау қалай олимпиадаға барған, ойлап өлмейді екен, жеңіліп қалды деп. Кейде спортшылар мен бапкерлерге үлкен жауапкершілік түседі. Мысалға әлем чемпионаттары, әлем кубоктары жыл сайын өтеді. Мысалға бір маусымда 6 әлем кубогы болады. Енді 6 рет шанс болады. Мүмкін 2 әлем чемпионаты болады. Ал олимпиада ойындары 4 жылда 1 рет болады. Сенде бір шанс болады. Сол бір шанс сен ойынан күтпейді. Сен 4 жыл дайындаласың, ұйықтамай тұрмай, отбасыңды көрмейсің, достарыңды көрмейсің, басқа елде боласың, елде болмайсың, ешкімді көрмей күні-түні жаттығу жасап жүресің. Сол қысым кейде спортшыларға жақпай кетуі мүмкін. Өзі не істеп жүргенін түсінбей қалуы мүмкін. Білмеймін енді. Сосын біздің шорт-трек спецификасын түсінген адам кейде мұз, мысалға әрбір мұз айдын келген кезде мұздың сапасы басқаша болуы мүмкін. Бір сол мұздың сапасына қарап біз конькиімізді қайрауымыз керек. Кейде сол сапасына қайрап дәл келген кезде коньки жақсы ұстау мүмкін. Әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін. Енді білмеймін не болып қалғанын. Өзіне сұрау керек деп ойлаймын.
сіз өзіңіздің өнеріңізді қалай бағалайсыз? Мысалға сіз мақсатымды жаңа айттыңыз ғой, енді мен қуаныштымын, жаңа жүлдеге жетпесем де бір белгілі бір межені орындадым деген сияқты. Бұл сіздің жаңағыдай шарықтау шегіңіз бе еді осы олимпиададағы осы нәтиже? Жалпы енді жүлде үшін барған шығарсыз дегенім ғой, қалай болған? Иә, әрине жүлде үшін бардым, және де енді былай енді қарап жатам ғой, әлеуметтік желіде былай да халық не деп жатыр екен, әртүрлі пікір болды. Менің 4-ші олимпиадам деп айтып жатырды, 4-ші олимпиадада медаль болмай жатыр деп. Енді мен ең басты мақсатым енді әрине медаль алу, еліміз намысын қорғау, бірақ ең басты мақсатым осы спорт түрін барша қазақстандықтарға таныту, осындай елімізде осындай спорт бар екенін, және де әртүрлі пікірлер болып жатыр да. Осы 4-ші олимпиада, осы олимпиадаға бара беретін басқа жас спортшыларға неге орын бермейді екен деп. Енді біз салыстыратын болсақ, бокс, күрес түрлерімен салыстыратын болсақ, оларда резерв өте көп. Мысалға бір спортшы келсе, тағы да бір спортшы оның орнына келіп, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болу оңай. Біздің спортта ондай резерв жоқ. Мысалға мен бірден кетіп қалсам, ешкім болмауы мүмкін. Сол себепті жастарды сәл көтеріп, содан кейін барып, қалай айтады, плавно дейді ғой, кету, сондай мақсатым болды. Жастар бірдей деңгейге көтеріп, ары қарай өздері жалғастырып кететіндей. Себебі оларға да мотивация болмай қалады, өздеріне үлкен жауапкершілік түсіп кеткенде мүмкін жанып кетуі мүмкін жас спортшылар. Сол себепті ең басты мақсат осы шорт-трек спортын Қазақстанда барша қазақстандықтарға таныту, осы спортпен барша көптеген жас спортшылар қатысса екен, осы спортқа қызықса екен. Мысалға Михаил Шолдыров осы олимпиада ұтқаннан кейін қаншама ата-аналар осы Мәнерлеп сырғанау өнеріне ол осы себепкер болды. Осындай спорт бар екен, қызығушылық пайда болды. Менде осындай арманым бар, осы шорт-трекке қызығушылық болса екен. Бізде әлемдік мұз айдындары бар. Осыдан 3 жылдан кейін қысқы Азия ойындары өтеді елімізде. Сол себепті барша мүмкіндіктер бар бізде. Сіз өзіңіз жағы Италияда олимпиада, сіздің соңғы жарысыңыз. Жоқ, жалпы айтсақ, сол жердегі дегенім ғой. Сол кезде түсіндіңіз келесі кезеңге өте алмайтыныңызды. Осы жарыстағы соңғы жарыс, олимпиададағы соңғы жарысыңыз екен. Сол кезде не сезіндіңіз? Міне, мен ұтылдым, медаль жоқ. 4-ші олимпиада, тағы медальсіз қалдым деген кезде не сезіндіңіз? Енді барымды салдым, енді келесі айналымға шықпаймын деп осы медальсіз қалғам дегенде сәл өкініш болды. Бірақ өзіме уәде бердім, мүмкін болашақта бапкер болып жатсам да, мүмкін менеджер болып жатсам да, осы Қазақстаннан бір шорт-трекші олимпиадада медаль алып келеді деген. Өйткені үлкен тәжірибем бар, сол үлкен тәжірибемен болашақта спортшы ретінде, бапкер ретінде, менеджер ретінде бөлісетін боламын. Өйткені мен сол жерде болдым, қаншама рет болдым, басқа командалардың мықты жерлерін және осал жерлерін білемін. Сол себепті сол нәтижеге жетуге барлық тәжірибем жетеді. Енді олимпиада нәтижесін ақылмен бағаласаңыз, жалпы бұл шорт-трекшілердің шынайы деңгейі ме, әлде жіберілген мүмкіндік пе? Шынайы деңгей деп айта алмаймын. Біз одан да жақсы өнер көрсететін едік деп ойлаймын. Бір сәл сәтсіздік болды, бірақ одан да жақсы нәтижеге жетуге барлық мүмкіндік бар еді бізде. Қай жағы ақсады, мысалы? Психологиялық тұрғыда ма, әлде физикалық тұрғыда бір кемшіліктер болды ма? Енді біздерде жеке дара жарысымызда жарыстық және де бір қыздарымыз болды, микс эстафета, аралас эстафетасында. Енді біздерде бәсекелестік қыздар арасында өте аз. Қыздар басқа спортпен айналысып, басқа пландар болып кетеді, тұрмысқа шығып кетеді.
сондай пландар бар қыздарда негізінде. Енді болашақта бізде бәсекелестік қыздар арасында көп болса, біздің мысалға аралас эстафетамыз жақсы өнер көрсетеді деген үмітім бар. Сіз енді мынау биыл әлеуметтік желілерде белсенді болғаныңызды байқадым. Мгм. Кәдімгідей пост жаздыңыз, олимпиададан кейін де жаңағыдай кешірім сұрап деген сияқты. Бұл енді қалай жанкүйерлерге жақын болудың тәсілі ме, әлде өзіңіз айтқандай жаңағы шорт-тректі дамытудың тағы бір жолы ма, немесе өз-өзіңізді алдын ала ақтап алу ма? Жоқ, ақтап алу жоқ. Мысалға олимпиада басталғаннан бері сол жерде келген әрбір журналистке өзімнің сұхбатымды бердім, ешкімнен қашқан жоқпын. Ол елімнің алдындағы жауапкершілігімді алдым. Сол себепті білмеймін, басқа спортшылар қашып кетіп жатса, мен алдарына шығып, бүкіл камера болсын, екі тілде, керек болса үш тілде сөйлеп, жауапкершілігімді алып, елдің алдында сөйледім. Өйткені енді мен өзімді атынан шығып жатқан жоқпын, елдің атынан шыққаннан кейін бүкіл жауапкершілігімді алдым, және де әлеуметтік желіде енді барша қазақстандар қарайды. Енді осы спорт түрін таныту және де осы спорт түрін және де ақтау емес, барша қандай, мысалы шорт-тректі тани бермейді, біле бермейді. Манағы айтып кеткендей, видеода көрген кезде былай айтып жатырды, бақ шабадым, бап шабмадым деп. Сол кезде ойлап жатырды, мен 4-ші болып келе жатырдым, аналар құлап қалды, сол себепті мен 1-ші орын келдім деп олар ойлады. Бірақ олар айтқандары, олар шорт-тректі ең бірінші рет көріп жатқан көрермендер. Мысалға бір 2 жыл қарап келе жатқан көрермендер болса, олар шорт-трегін түсінеді. Мысалға ең соңына дейін бір мықты спортшы күтеді. Мысалға мына тәжірибесі аз спортшылар бір-бірімен қырылысып, итерілісіп, бір өрескел қателіктер жібереді, соны күтіп, сосын мәреге бірінші келеді. Сол көрермендер енді жаңадан осы спорт түрін бірінші рет көріп жатқан көрермендер болды. Соларға осы видеомен, әлеуметтік желіде постпен жазып, түсіндіріп, тағы да менде болашақта пландар бар. Осы шорт-трек спортын постпен жазып, осы видеомен түсіндіріп, қандай спорт екенін таныстырып. Өйткені тек қана олимпиада кезінде біздікілер қарайды, содан кейін барып қарамай кетеді, түсінбей кетеді. Мысалға коньки спорты деген, конькобежный коньки спорты, ол спортпен шатастырып жатады, немесе мәнерлеп сырғанаумен шатастырып жатады, ойлап жатады, сен билейсің ба дейді. Жоқ, менде шорт-трек қандай? Осылай мұздың алдында сырғанап жатамын. Коньки спортымен шатастырып жатады. Сол себепті көбі біле бермейді, естігенмен біле бермейді. Енді сол себепті әлеуметтік желіде белсенді болғым келеді. Барша қазақстандар мүмкін 1-2 адам, 10 адам білсе, одан ары қарай біле береді деген мақсатпен. Жақын болу дейсіз ғой. Иә, жақын болумен. Жалпы сол әлеуметтік желіде өзіңіз пікірлерге қаншалықты мән бересіз? Қанша уақытыңыз кетеді осы пост жазу? Мысалға спортшылардың көбісі енді сөзге шорғақ деп жатады. Сіз қазақ тілінде де, орыс тілінде де жалпы сауатты жазасыз, өз ойыңызды анық жеткізе білесіз. Сол туралы да айтып өтіңізші. Енді бір жас кезімде осы пікірлерге қараған кезде мүмкін бір өз ойымен кетіп қалуы мүмкін. Енді қазір енді тәжірибемен келе әрбір сынға қараймын. Мысалға спорттық бір моменттер болса, соған қараймын. Мысалға дұрыс болса, дұрыс пікірді қабылдаймын, дұрыс емес болса, мүмкін келіспеуім мүмкін. Бірақ ол жеке адамның ойы, онымен мен келісе аламын, келіспеуім мүмкін. Сол себепті ешқандай негатив болмайды. Енді осындай пікірлермен осы спорт түрін дамыту ғой негізінде. Осы адамдар сөйлесе, значит, осы спорт түрі қызығушылық білдіріп жатыр, және де осы спорт қызық екен оларға. Мысалы кейбір спорттарды
оларда даже әлеуметтік желілерде салмайды да, пікір қалдырмайды да. Енді пікір қалдырып жатса, адамдарға Талқыланады, қызық иә. болып жатыр екен. Мысалға бізде бокста әрқашан мысалға алтын алып жүреді, қола күміс алып қалса, ол жарыстар онша болмаған жоқ, қайта ол медаль алды. Соған қарамастан сондай пікірлерді жазып жатады. Сын әрқашан болады. Өйткені енді халықтың алдында жүргесін соған дайын болу керек деп ойлаймын. Мүмкін жас спортшылар оған дайын болмауы мүмкін. Енді келе дайындалуға болады деп ойлаймын. Мысалға мен 3 жыл жарым Голландия елінде ұлттық құрамамен жаттығу жасадым. Солар бір командамен болдым. Оларда жаттығудан тыс осы СМИ журналистермен алдында сұхбат беру, пост жазу, сондай сабақ болады екен. Оларда кәдімгі тренировка сияқты жасайды. Мен ойладым, осындай сабақ түрі бар екен, қызық деп. Оларда дайындайды екен. Әртүрлі сабақ, әртүрлі сұрақтарға жауап беруге дайын болады. Видео, не сөйлеу, қалай сөйлеу, әртүрлі тілде қай елге барғанда не айту керек, соның бәрін үйретеді екен. Практика жүрінде жасайды екен олар. Сенді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, дайындықтан өттім деп. Мен сізді бұрын алғаш көрген кезде бір сондай ұяң, көп сөйлемейтін, назарға ілікпеуге тырысатын сондай бір спортшы ретінде көргем. Бірақ сізді 22-ші жылғы жазбаңыздан кейін шынымен де көпшілік тани бастады. Сіз Бейжің олимпиадасында 4-ші орын алдыңыз, иә, ең үздік енді көрсеткіштеріңіздің бірі. Содан кейін келіп кәдімгідей үлкен жазба жарияладыңыз. Сын айттыңыз, пікір білдірдіңіз. Осыдан кейін ол қоғам арасында қызу талқыланды. Жалпы бұл алдын ала бір жоспарланған дүние ме еді? Мысалға сен бапкерлермен ақылдасып отырып қабылданған шешім бе еді әлде? Негізінде ешкіммен ақылдасқан жоқпын. Шыны керек, ешкіммен ақылдасқан жоқпын. Өйткені бапкерлерге айттым, сәл осындай пост саламын, осындай өзімді ойымды білдіремін. Енді сол кезде, сол пост салған кезде бапкерлер мүмкін қорқу мүмкін болды, басқа адамдарда қорқу мүмкін болды. Мен қорққан жоқпын. Осы пост салам деп мақсат болды. Аэропорттан келіп сұхбат берсем, мүмкін оны өткізбеуі мүмкін деп ойладым. Өткізбейді де, мен білдім. Мен журналистердің жұмыстарын былай қарап көрдім. Ол мүмкін журналист сенен сұхбат алса, оны ары қарай офисте өткізбеуі мүмкін. Сол себепті мен дайындалдым. Пост салсам тек қана менен, ол менің телефоным болады, менің Instagram парақшам болады, Facebook парақшам менің қолымда болады. Тек қана кетіріп тастаса десе, тек қана мен өзім кнопкамен баса аламын, басқа да ешқандай адам емес деп. Сол себепті сондай шешім қабылдадым. Сол әлеуметтік желіде осындай өзім пікірімді жазам, шын пікірді. Мысалға кейде ойдан ойлап та жатады адамдар, немесе бір 20% шындық, мен 100% шындық жаздым, қалай бар солай жаздым. Сол себепті халыққа да бәріне ұнады, кейбір адамдарға ұнамады сын болғасын. Сол себепті енді елдің намысын қорғасын, осы Қазақстанда бір нәрсе өзгерсе екен деп мақсатым болды. Сол мақсатпен сол постымды жаздым. Енді сол 2002 жылдан қазір салыстыратын болсақ, біраз нәрсе өзгерді. Сол себепкер болды деп ойлаймын. Министрліктен хабарласты ма, өшіріп тастасайшы, абзал мынауың дұрыс емес қой деп? Енді тек министрліктен емес, бүкіл жерден хабарласты. Кейбір достық пікір болды. Енді осындай пікірден кейін сенің спорттық мансабына нүкте болуы мүмкін. Мен айттым, осы мен ден сау, спорттан басқа, мен басқа мамандықтармен айналысамын, бірнеше тіл білемін. Қазақстанда болмаса шетелде жұмыс жасай аламын, жұмыс табылады. Мен осы өзім пікірім
білдірмей бекер болады деп ойладым. Осылай жүрсек жүре береді Қаншама жыл еңбек еттім и осылай пікір жазбай шындықты айтпай кетіп қалсам басқа жас спортшыларға кедергі болады деп ойладым. Басқа жасқа менен кейін келе жатқан жас спортшыларға осындай мен кездескен проблемалар кездеспесе екен деп осындай пікір жазып пост жаздым. Енді қазір сәл де жемісін көріп жатырмыз. Жақсы мұз айдынымыз бар, жақсы оқу жаттығуға керек инвентарь дейді, олар да бөлінді, құрал жабдықтар бөлінді. Сәл өзгерістер бар, жақсы. Қандай мысалға тікелей бір қоқан лоқылар болды ма? Абзал, сен осы үшін мынадай жауап бересің деген сияқты. Шыны керек, жеке өзіме шығып телефоныма звондап ешкім шыққан жоқ. Білмеймін, мүмкін телефоныма звондап бапкерлер арқылы, әдетте солай негізінде бапкерлер арқылы болды. Бірақ жеке өзіме келіп звондап өшірмесең осындай нүкте қоямыз деп ешкім айтқан жоқ. Бәрі қорықты деп ойлаймын. Себебі тағы бір айтса, оны да айтып жазып жіберемін деп. Бапкерлер арқылы болды, бапкерлер көбінесе спортшыларға қалай қысым келтіреді? Негізінде сол бапкерлер арқылы ғой. Бапкерлер, спортшылар тек бапкерлерді тыңдайды. Бапкерлерді спортшылар тек қана бапкерлерді тыңдайды. Министрліктерді енді тыңдайды ғой, бірақ көбінесе танымайды ғой оларды. Әрбір жұмысын тек қана бапкер тыңдайды. Сол бапкерді керек жерге шақырып алады, негізінде мүмкін керек адамдар. Сол бапкер арқылы қысым білдіреді негізінде. Сіз бірақ тәуекелге дайын болдыңыз, сізді қандай қауіп күтуі мүмкін екен, оның салдары қандай болуы мүмкін білдіңіз? Әрине. Бүкіл анализ жасадым, қалай болады екен. Барлық жағдайға дайын болдым. Осы спорттан бір жола кетсем де осы постты шығару, жазу бәрі көрсең екен деп мақсат болды. Бәріне де дайын болдым. Ешқандай бір звондап осындай болады деп бір өзім жұмысын байланып қалған жоқпын. Әрбір басқа сферада өзім жұмысын табатын едім. Қазір нәтижесін көріп жатырмыз. Бірақ ол ең бастысы ол тек қана. Енді ол кезде біздер өзіміз елімізде жаттығу жасамайтын едік. Біздің мұз айдынымыз болса да, қазір енді ұлттық құрама, жастар құрамасы өзіміз мұз айдынымызда Астанада сырғанаймыз. Жаңада оқу жаттығуына құрал саймандар сатып алып берді. Олар өте біздің спортта керек, қымбат және де керек. Сол ең негізгі керек біздің спортқа проблемалар шешілді деп ойлаймын. Бірақ ол енді бастапқы этап. Біз әлі де кемшіліктер көп. Әлі де кемшіліктер көп, бірақ жұмыс жасаймыз болашақта. Әлі де осы проблемаларды көтереміз. Қандай кемшіліктер қазір мысалы енді осыдан 2010 жылдары Мәдіғали ағамен енді құраманың сол кездегі бас бапкерімен сөйлескен кезде ол кісі көп деген мәселені айтатын. Мұз айдыннан бастап сіз өзіңіз айтып отқандай құрал жабдықтар, спортшылардың оқу жаттығу жиындары деген секілді, тіпті спортшыларды бөле жарады деген пікірлерді ол кісіден естігем. Бірақ сіздің жазбаңыздан кейін мысалға енді арада 10 жылдан астам уақыт өтсе де ештеңенің өзгермегенін мен сол кезде түсіндім. Енді біз сырт көзге біле бермеуіміз мүмкін ғой, енді бәрі жақсы деп жылы жауып қоюға тырысады, бірақ сіз ашық айттыңыз, мәселенің бәрін жария еттіңіз. Сол кезде көбісі түсінді. Шорт-тректе әлі ештеңе өзгермеген, жақсы жаққа қарай деп. Сонда мысалға енді соңғы 4 жылда, мысалы биыл 4-ші жыл ғой сіздің жазбаңыздан кейін, бір қандай қозғалыс болуы мүмкін, ол бір кереметтей бір іркіліс, ілгерілеу, серпіліс болады дегенге сенеміз бе? Енді мен қазір спортшымын. Мүмкін мен спорттық мансабымды қойып жатып, менеджерлік немесе бапкерлік жұмысыма кіріп жатсам, осы негізгі проблемаларды қолыма алғым келеді.
өйткені қаншама жыл осы спорт түріндемін, осы негізгі проблемаларды білемін. Енді бізде енді мұз айдындары ғой енді негізгі проблемалар. 3 жылдан кейін бұйырса бізде қысқы Азия ойындары өтеді. Енді біздің Астанада шүкір барлық жағдай жасалған ұлттық құрамаға. Бірақ біздің мегаполис Алматы қаласы бос тұр. Сол енді Алматы қаласына сол мұз айдында жұмыс жасаса екен деп мақсатым бар. Өйткені оларда бір шағын балдар мұз айдынға барып келеді, бірақ негізгі спорт түрлері ол хоккей немесе басқа спорт түрлері, бірақ Олимпиада немесе Азия ойындарын қарайтын болсақ, біздің нәтижеміз олардан жоғары. Сол себепті осы мұз айдындарды бізге берсе, біздің ұлттық құрамаға немесе жастар құрамасына осылар жаттығу жасап, сол жерде сол мұз айдынын қолданса екен деп мақсатым бар. Себебі қаншама қаражат кетті осы мұз айдындары салу үшін, әлемдік сәйкес келеді. Осы мұз айдындары Халық арена бар, Балуан шолақ бар, Алматы арена бар, керемет мұз айдындар. Осы әлемдік жарыстар өткізуге болады. Енді осы қаншама мұз айдын ішінен бір мұз айдын шорт-трек арнаса керемет болар еді. Өйткені қаншама концерттер өтіп жатыр. Олар концерттердің орнына біздің жас спортшылар айналысса керемет болады деп ойлаймын. Енді әдетте спортта 30 жасқа тақаған соң орын босатсын деп жатады. Өзіңіз биыл 34 жастасыз. Енді сізге де сондай пікірлер айтып жатқандар бар ма қатысты? Енді осы Олимпиаданың алдында маған сондай пікірлер айтып жатырды. Бірақ мен айттым, мен жас спортшылар ұтып жатса, немесе мен ұтылып жатсам кетемін. Ұтылмасам қалай кетемін? Спорттық принцип дейді, сол болу керек қой. Сол себепті мені ешкім ұтпағанша кетпеймін деп ойнайтын едім. Жас спортшылармен бәріне де мені бірінші ұтып алдыңдар, сосын менің нәтиже мен үшін сөйлейді дейді ғой. Сол осы сезонда менің нәтижем мен үшін сөйледі. Сол дәл солай болды. Әрбір Қазақстан чемпионатын ұтып алдым. Әлемдік жарысында лицензия өзім ұттым. Енді келесі Олимпиада білмеймін, қиынырақ болады, бірақ жас спортшылар жақсы өнер көрсетіп жатса, әрине жол беремін. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, мұз айдын мәселесі әлі де өзекті деп. Сіз пікір жазғаннан кейін сол шорт алаудың басшысы жауап берді. Біз үшін де ол мәселе өзекті, бірақ өкінішке қарай бізде ақша табуымыз керек, сондықтан спортшыларды жаттығуын күтіп отыра алмаймыз деген сияқты. Одан қалды сіз мұздың сапасына қатысты да біраз нәрсе айттыңыз. Бірақ есімде осы Азия ойындарынан кейін Қазақстанда өткен Астана мен Алматыда жаңағы бір оңтүстік Кореядан келген қонақ міне Қазақстанда алау сияқты мұз айдыны қолданысқа берілді. Енді осыдан кейін Қазақстанда шорт-трек немесе жалпы қысқы спорт түрлері мұз айдында өтетін жаңа деңгейге көтеріледі деп айтқан. Қалай ойлайсыз, сол сөздер орындалды ма? Иә, жаңа деңгейге көтерілді. Мысалға, көршілес елдерді салыстыратын болсақ, біз кезінде мысалға Ресей мемлекеті бізден өте алда болған еді осы спорт түрінен. Қазір біз біраз осы елден озып кеттік. Көршілес елдерді дамып жатқан жоқ. Өзбекстан, мысалы бокстан олар жарысса, біз шорт-тректен оларды біз шанымызда қалып жатыр. Енді Қытай олар үлкен деңгейде болды. Қазір сол деңгейлерге біз қуып жетіп алдық деп айта аламын. Корея, Жапон мемлекетін біз озып жатырмыз. Олар да бізден алыста болған еді. Енді біраз уақыттан кейін деңгейіміз өте жоғары өсті. Жастар арасында да өсті. Қуантатыны сол жастар арасында әлемдік жарыста
қыздарда балдарымызда орын алып жатыр, үздік нәтиже көрсетіп, болашақтары жарқын. Енді ересектер арасында осы нәтижені көрсетсе керемет болады деп ойлаймын. Енді жақсы өзгеріс болды. Мысалға 2011 жылы қысқы Азия ойындары өткен кезде біздер сәл сол қола жүлдеге орын алып, сол жетістікке қуанып жүрсек, енді осы соңғы қысқы Азия ойындарында алтын медаль, бірнеше медаль ұтып алдық. Енді ол еңбегіміздің жемісі деп ойлаймын. Және де Олимпиада ойындарына қаншама лицензия ұттық. Біздер әрбір дистанцияда осы лицензиялар ұтып алдық. Енді ол шорт-тректің деңгейі өсті деп ойлаймын, салыстыратын болсақ. Енді сіздің ойыңызша келесі Олимпиадаға дейін нені түбегейлі өзгерту керек деп есептейсіз? Әрбір мысалға біздерде шорт-тректе негізгі проблема ол мұз айдыны. Мысалға кейбір тек қана Астанада жақсы мұз айдын болса, басқа региондарда мұз айдын сапасы онша емес. Шыны керек болса, сол себепті ең талантты спортшыларды жинап алып, осы Астанада жаттықса, біз шорт-трек деңгейі одан да жоғары деңгейге өседі, және де бәсекелестік пайда болады. Бәсекелестік пайда болғаннан кейін ең үздік спортшылар еліміздің намысын қорғауға Олимпиадаға аттанады. Сенді өзіңіз 2014 жылдан бері 4 Олимпиадаға қатыстыңыз ғой. Ең алғаш Сочи Олимпиадасында бақ сынадыңыздар. Арасында медальға жақын болған кездеріңіз де бар. Бірақ жаңағыдай сәл жетпей сүрініп жаттыңыз. Соның қайсысы, мысалы, осы аралықта қайсы жеңіліс сіз өзіңізге ауыр соқты? Енді Пекин Олимпиадасы жеке дара болғасын, командалық емес, жеке дара жарысында осылай 4-ші орын алған кезде финал жарысында сәл ауыр болды. Себебі мысалға басқа олимпиадаларда 5-ші орын алғандарда ол кезде командалық жарыс болды. Ол кезде тек менен емес, басқа спортшылардан да осы нәтиже байланысты болды жетуге. Ал осы соңғы олимпиадада, Пекин олимпиадасында 4-ші орын алған кезде жеке дара жарысымда тек қана менен енді өзімне байланысты болды. Енді сол сәтсіздік болды сәл, бірақ сол 4-ші орын алдым. Сәл осы финишін алдында канадалық спортшы бір қанша секунд, бір милі 3 секунд дейді ғой, соған ұтылып қалған кезде қап деп өкініш болды. Қаншама еңбек, қаншама тер, осылай 4-ші болып қалдым деген өкініш болды. Сол кезде мақсат қойғам, осы келесі олимпиадаға барамын, тағы да бағымды сынаймын деп. Енді Пекин олимпиадасында нағыз пигіңізде болдыңыз ғой негізі. Өзіңізді жалпы жолауыр жігітпін деп есептемейсіз бе? Білмеймін. Барлық жарыстымда медалім бар. Осы олимпиадаға енді олимпиадада медалім жоқ. Мүмкін спортшы ретінде маған бұйырмаған шығар, мүмкін бапкер ретінде бұйырған шығар деп ойлаймын. Сондай әлі де үміттенемін. Үміт үзбеймін. Сіз сол Пекинде отырсыз ғой, сол Бейжің олимпиадасында сізді президент ту ұстаушы ретінде ту тапсырды, өзіңіз үлкен жауапкершілікті арқалап кеттіңіз. Ту ұстау жалпы спортшы үшін қаншалықты бір әсерлі? Енді көп жағдайда ту ұстап кетіп жатқан спортшылардың жүлдесі қалып жатқанын көріп жатырмыз ғой, ал сіз сол медальға жақын болдыңыз. Сондай бір стереотип бар, кім ту ұстайды. Сол себепті бір спортшылар қорқады. Екі себебім спортшылар осы ту ұстауға қорқады. Бірінші себеп жарыстың алдында алаңдамауға. Өйткені Ақордаға барады, президенттің алдына сөз сөйлейді, оны ойлайды, қобалжайды, және де олимпиаданың ашылу сарайында ту ұстап қаншама уақыт кетеді. Сол кезде сол жауапкершілікті сезінеді.
сол жауапкершіліктен кейбір спортшылар қорқып қалуы мүмкін. Сосын екіншісі осы туды ұстаса Олимпиада ойындарында орын алмайды деген бір стереотип бар. Ол Қазақстан спортшыларға ғана қатысты ма? Әлде әлемдік деңгейде Әлемдік сондай ма? емес, тек қана Қазақстан, білмеймін, қайдан шығарғанын білмеймін. Енді мен 2 рет ту ұстадым. Бірінші рет осы Пхенчхан және екінші рет сол Пекин Олимпиадасында. Сол кезде өзіме сөз бергем, мен осы стереотипті жоям. Не болса да ең үздік нәтиже менде болады деп. Ең үздік нәтиже менде болды, бірақ сол 4-ші орын алып қалдым, бірақ қолымнан келгенше бәрін жасадым. Білмеймін, ту ұстау үлкен жауапкершілік, бірақ екінші рет ту ұстаған кезде сәл жеңілдірек болды. Өзім түсіндім. Бірінші рет Пхенчхан Олимпиадасында түсінбеген болсам, осы Пекин Олимпиадасында бүкіл жауапкершілігін түсіндім. Енді президенттің алдына келіп туды ол маған беріп, осы Олимпиадаға аттанған кезде бүкіл жауапкершілік сезіндім. Және де осы Олимпиадаға барған кезде ол да барып қолдады. Енді керемет сезім. Осындай тәуелсіз еліміз бар. Осындай туымызды желбірете аламыз. Барша әлемге паш айтып, осындай әдемі өзіміздің туымыз бар деген қаншама елдер бар. Өздерінің туларын көрсете алмайды. Мақтанып көрсетесің. Ал сізге айтқан кезде мысалы қандай сезімде болдыңыз сіз? Туды ұстап шығасыз, мысалы Ақордаға барасыз, президенттің алдында сөз сөйлейсіз. Бұл қаншалықты мысалға бір сізге кері әсер ете ме мүмкін? Сондай үлкен жауапкершіліктен кейін тәжірибе алынады деп ойлаймын. Және қобалжу болды. Ақорданың алдында. Жалпы сол процесс қалай өтеді? Мысалға сізге хабарлады, содан кейін не істейсіздер? Бірінші хабар береді, сондай ту ұстайсың осы Олимпиада ойындарында деп. Біраз уақыттан кейін Ақордаға барасың, президенттің алдында сөз сөйлеп ант қабылдайсың деп айтады. Және де ең ауыры ол сол формында тексереді. Мысалға мен ең ауыр уақытта қабылдадым. Ол кезде 22-ші жылы қаңтар оқиғасы болды. Сол оқиға болды. Сол кезде есімде бар, біздің олимпийский форма Алматыда мүмкін жетпей қалуы мүмкін деп бізге Олимпиадаға 2 апта қалды ма, 1 ай қалды. 1 айдан аз уақыт қалды. Сол кезде сол оқиға болды. Және де ковид болды. Біздер протокол бойынша 1 ай немесе 2 апта бір жерден шықпау керек болды. Біз мұз айдында сол гостиницада түнеп жаттығуымызды жасадық. Сол кезде күнде ПЦР тест тапсырып жүрдік. Осы Ақорданың алдында 3 күн подряд ПЦР тапсырдым. Және де дайындаған бір тексттер болды. Өзім ешқашан айта алмаймын, бірақ дайындап берген текст. Ол текстті ауыстыра береді министрлік. Ақорда неше түрлі сөздер жаза береді. Мен ол сөздерді айтқым келмейді. Мысалы ауыр сөздер жазып қояды. Өзіме қолайсыз сөздер. Және де өзімнің тарапына айтқызбайды, бірақ сол текстті оқып жаттап алу керексің. Аз уақыт береді. Күнде ауыстырады. Мен 3-4 күн болды. Әрбір күнде осы текстті ауыстыра берді. Сонында мен барған кезде мына текстті айтпаймын, өзім сөзіме айтам деп айттым, келістім. Тек қана ант қабылдаймын деп. Сол жерге барған кезде жарайды деп айтты. Өйткені 1 парақ, 2 парақ текст жазып береді, оны ауыстыра береді, жаттауға уақыт бермейді. Қобалжу болды. Жүрегіңізден айттыңыз ғой сөздерді. Ақордаға барған кезде 3 сағаттай бір репетиция жасадық. 3 сағат репетиция жасап, сәл демалып, кофе ішіп, шай ішіп, қайтадан репетиция жасап, содан кейін барып президентіміздің келіп, оның алдында сөз сөйлеп, ант қабылдап, туымызды алып, сол жауапкершілікті алдым. Сондай қобалжулар болады. Мысалға сен Олимпиадаға дайындалып жатырсың, ал бұл басқа дайындық дейді ғой.
басқаша дайындық қосымша иә қосымша. бірақ енді жаңа сіз айтып отқан стереотипті Ербол Хамитов жойған сияқты деймін. Иә. ту алды президенттен барып медаль алды, одан қалды чемпион атанды, 2 бірдей жүлдемен. Мен де Өзіңіз келісемін. Ербол мырзамен жақын Иә, алысыз, иә? онымен танимын, иә. Ең алғаш рет осы Пекин олимпиадасында сол Ақордада таныстық. Ол да сол жерде болды. Сол кезде танысып, ол да енді біздің олимпиада бірінші болып өнер көрсетеміз. Олар содан кейін бізден кейін сол кезде танысып, содан кейін жақсы сөйлесеміз, араласамыз. Енді жақсы жігіт, ойлаймын барша жас спортшыларға мотивация береді деп ойлаймын. Осы олимпиаданың алдында ол айтты, барша осы олимпиадада орын алуға барша мүмкіндігім бар деп айтты, жасады. 2 медальмен келді, тарих жасады. Қуаныштымын. Енді ойынды осы болашағын жазғы олимпиадада жалғастырамын деп жатыр. Енді ойлаймын, бәрі сәтті болса екен деп, тарихи жетістікке жетсін. Біздер тек қана қолдау білдіріп жанкүйер боламыз. Кезінде Майдағали аға мынадай пікірлер жиі естимін деп айтатын. Қазақ баласы қысқы спорт түріне бейімі жоқ деп. Енді мысалға 94-ші жылдан бері тәуелсіздік алғалы бері олимпиадаға қатысып келе жатсақ, бірде-бір енді ұлтқа бөлінбейміз ғой, бірақ қарадомалақтарымыздың ешқайсы қысқы олимпиада ойындарында жүлдегерлер қатарына ілікпегені, сол сөздерді растауы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Мен келіспеймін, себебі енді әлемдік барлық додаларда жеке өзім орын алдым. Азия чемпионатында, ол біздерді мысалға салыстыратын болсақ, Азия чемпионатында барша олимпиада әлем чемпиондары қатысады. Сол жерде бірінші медаль алып, алтын жүлдеге жеттім. Әлемдік чемпионатта 6 медаль алдым тұңғыш рет. Енді тек қана осы олимпиада қалды, бірақ осы стереотипті жойға барып күшімді салам. Бапкер болсам да, менеджер болсам да, осы бір қарадомалағымыз бір күні бір олимпиадада топ жарады деп ойлаймын. Соған сенімдім, бүкіл тәжірибемді салам осы жетістікке жету үшін. Сол кезде тағы да келіп подкаст жазуға болады. Бұйырса. Иә. Енді кезінде өзіңіз Айдар Бекжанов, Нұрберген Жұмағазиев секілді спортшылармен қатар жүрдіңіз ғой. Айдарға үміт артқандар көп болды, бірақ ол карьерасының жарақатына байланысты енді аяқтаған еді. Қазір жігіттер қайда, олармен байланысыңыз бар ма, араласып тұрасыздар ма? Иә, әрине қаншама жыл бірге жаттығу жасап, өнер көрсеткеннен кейін сөйлесіп тұрамыз. Байланыста кейбіреулері спортта, кейбіреулері спорттан тыс кетіп қалды. Бірақ сәлемімізді түзеу дейді ғой, сол себепті кездесіп тұрамыз. Өткен шақты еске алып, қаншама жарыстардан бірге өттік, жеңілістен бірге өтіп, енді керемет кездер болды. Араласамыз, әрине. Жақсы әріптестер болдық, дос болдық. Сол себепті әрбіріміз араласамыз. Мысалға Айдарды құрамадағы сол кезде көшбасшылардың бірі еді ғой. Тәжірибе жағынан да, иә, мысалға, одан кейін ол карьерасын аяқтайды дегеннен кейін бапкер бола ма деген сияқты үміт болды. Бірақ ол бапкерліктен де бапкерлікке бас тартты. Нұрберген де дәл солай. Ол да құрамадан бір жола кетіп қалды. Оның қайда екенін, немен айналысып жүргенін ешкім білмейді. Жалпы енді мысалы бізде мамандар жетіспейді деп жатамыз ғой. Неге сол жігіттерді құрамаға тартпасқа, қалай ойлайсыз? Енді мүмкін болашақта олар ұлттық құрамаға келер, бірақ енді ол бас бапкерге байланысты болады. Енді министрлікке сұрақ жауап соларға да. Енді қаражатқа байланысты, мысалға, және де мүмкіндіктерге байланысты, мүмкіндіктер берсе, олар жұмыс жасауға дайын деп ойлаймын. Себебі қаншама жыл еңбек етіп, осы спорт түрінде тәжірибелері мол жігіттер.
болашақта мүмкін федерацияда жұмыс жасаса да, әрбір регионда жұмыс жасаса да тәжірибелері мол жігіттер. Енді болашақта бәрі болады деп ойлаймын, күтеміз. Олар да ойлаймын дайын деп, жұмыс жасауға дайын. Ал енді өзіңіз жалпы бапкер болуға дайынмын деп ойлайсыз ба өзіңізді? Енді сөз барысында да айтып отырсыз ғой, менеджерлік немесе бапкерлікке болашақта чемпион шығарам деген сияқты. Қазіргі уақытта. Әрине дайынмын. Сенімді түрде айта аламын. Себебі әрбір енді ұлттық құрамада ең ұзақ спортшы болған мен, ең тәжірибелі спортшымын. Сол себепті барлық мүмкіндік бар мен үшін, осы жетістікке жету үшін, бапкер болу үшін. Енді мен басқа елдің бапкерлермен жақсы қарым-қатынастамын. Олар да менімен тәжірибемен бөлісе алады болашақта мен осы бапкерлік жұмысымды жасап жатсам. Сол себепті барлық мүмкіндігім бар. Мысалға енді осы жас спортшылармен, жас бапкерлермен өзімнің барлық тәжірибемді бөлісуге мен дайынмын. Бұл енді қашан жүзеге асуы мүмкін? Мысалы, сіз өзіңіз бапкерлікке бару үшін қандай процестерден өтуіңіз керек? Ұсынысқа байланысты. Ұсыныс болса, мен дайынмын. Ал жаңа министрлікке де байланысты деп қалдыңыз ғой, жалпы біздің ведомство жергілікті мамандарға иек артуға дайын ба? Енді Сенім артуға. дайын деп ойлаймын. Мысалға, енді мен айтып кеткендей тәжірибем өте көп. Мысалға, мені басқа ұлттық құрамаларға шақырып жатады. Спортшы ретінде де, осыдан бір жыл бұрын Қытайға шақырып жатыр, бапкер ретінде шақырды мені. Мен айттым, мен қазір спортшымын деп, бірақ оған қарамастан олар осы бапкерлікке шақырып жатырды. Мен айттым, күте тұрыңыздар, осылай менде қазір алда Милан олимпиадасы, осы олимпиадама дайындалып жатырмын, сәл күте тұрыңыз деп. Жақсы контракт өздері ұсынды. Осындай біздің елде осы шорт-трек түрі жақсы дамып жатыр деп. Мен де айтамын, білемін деп. Ұсыныстар болды. Енді министрліктен ұсыныс болса, мен негізінде дайынмын жұмыс жасауға. Енді ойлаймын, сенім тартып ұсыныс болса, әрине. Яғни сізге мысалға қазір Абзал, карьераңды аяқтасаң, біз саған бас бапкердің қызметін ұсынуға дайынбыз. Қалай қарайсың десе, сіз карьераңызды аяқтайсыз? Иә, дайынмын деп айта алатын едім. Ол жалпы осы қанша енді 15-20 жылдай уақыт қой енді спортта жүрсіз. Иә. Сол аралықта өзіңіздің бүткіл өзіңізге жүктелген мақсатты, міндетті, әлеуетті толық аштым деп ойлайсыз ба? Толық ашты деп ойламаймын. Сол мына барлық спортшылармен енді аштым деп ойлаймын, бірақ бір олимпиадаға орын алмағасын жетістікке жеттім деп ойламаймын. Сол себепті осы спортшылар арқылы жетістікке жетуге барлық мүмкіндік бар деп ойлаймын. Мысалға, бір ата-аналар мысалға бір өзінің балаларын бір спортқа түріне беріп жатады. Өзінің кезінде жетістікке жетпей жатқан бір ата-аналар бар. Сол балалары арқылы жетістікке жеткізгісі келеді, бірақ ол қате ой деп ойлаймын ата-аналардың. Ал енді мен бапкер ретінде олар осы спорт түрін таңдап, сүйіп келіп, дайын спортшыларда мен жетістікке жетуге көмектесе аламын. Барша өзімнің тәжірибеммен бөлісіп, әлемдік қаншама олимпиада, әлем жарыстарында қатысып, тәжірибем бар. Солармен бөлісіп, кейбір білмейтін заттарын айтып дегендей. Мен дайынмын. Ұсыныс болса. Нақтылап жіберсек, егер де сізге бапкерлікке ұсыныс түсіп жатса, ол қазір біздің елімізден, басқа елдерден, тек қана әлде Қазақстаннан ба? Өзіміздің елге ма? Әрине, енді қаншама жыл Қазақстан атынан шығып өнер көрсеттім. Сол себепті енді қаншама қаражат кетті,
қысқы спорт түрлері енді өте қымбат спорт түрі болғаннан кейін елімізде еліме еңбек етіп осы Қазақстанда шорт-тректі дамытқым келеді. Ең басты мақсат енді әрине Қазақстанда. Ал енді ұсыныстар болмаса, енді амал жоқтан шетелде жұмыс жасау керек болады. Қазір карьераңызды аяқтаймын деп отырсыз ба, әлде әлі ойланасыз ба? Қазір енді ұсынысқа байланысты. Ұсыныс болса, мүмкін аяқтаймын. Ұсыныс болмаса, мүмкін ары қарай жалғастырамын. Яғни 5 айлық үзілісте ойланасыз, иә? Ойланамын. Ұзақ ойланамын. Жалғыз ойланбаймын. Кімдер көмектеседі сізге бұл шешім қабылдауда? Енді көбінесе ата-анам, мамам, сосын туысқандарым, олай сұрап көремін. Бірақ негізінде шешімді өзім қабылдаймын. Өзім ойланып, өзімді ойымды айтамын, тыңдап, бірақ шешімді әрқашан өзім қабылдаймын. Енді оңай шешім болмағасын, енді жақсылап ойланамын, ұзақ ойланып, енді әлеуметтік желілерді көресіз, сондай жаңалық болып жатса, Қосыласыз. иә, белсенді боламын, әрбір жаңалық көретін боларсыз. Енді Абзал, көптен көп уақытыңыз бөліп келгеніңізге рахмет. Көптеген пікір айттыңыз, мәселелерді ашып айттыңыз. Енді сізге спортқа әлі беретініңіз көп екеніне де сенімдіміз. Сәттілік тілейміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет тағы да.